көптен бері кездеспеген досымен ойда-жоқта базарда ұшырасты. Қасына әйелін ерткен Ғалымжан саудагерден құрма сатып алып тұр екен. Қолында аузы-мұрнынан шыға тыңқиған екі сөмкесі бар. Асанды көргенде сәл аңтарылып қалды да лезде қуанып, ол да құшағын жайып амандаса кетті. Үшеуі сәл жағдай сұрасып, қауқылдасып қалды. «Я, қайдан сөмкелеріңді арқалап? Оразаға дайындық қой. Ауызашарға қонақтарды шақырсақ па деп едік». Ауыз бекіткен екенсіңдер ғой. «Я, өзіңше. Шынымды айтсам, сол тегі менің ойыма да келмепті. Оның үстіне жұмысбастылық дегендей. Мен де басында жұмысыма кедергі келтірер деп қорқақтап едім. Сөйтсем, оның бекер екен. Жарайды, былай істейік. Кездеспегелі көп болды. Жол үсті әңгімелесіп тұрғанымыз жараспас. Одан да кешкісін үйге ауызашарға кел, қонағым бол». Бірақ Асан дереу тартынды. «Мен қайтып барам. Өзім ораза ұстамай. Ораза ұстағандардың тамағын қалай жеймін? Қой, басқа уақытта барайын». «Жоқ», деп Мағжан көнер болмады. «Қайткенде де келесің, қонағым боласың. Екеуміз күнде кездесе бермейміз» деп тұрып алды. Асан амалсыз баратын болып келісті. Бірақ іштей өзін жайсыз сезініп әлек. Қап, ыңғайсыз болмас па екен? Жоқ, үйден тамақтанып барып, ол жерде асқа қол созбай жай ғана отырғаным жөн бе? Бірақ оған досы көне қоя ма? Бірге оқыған, бірге әскерде болған досының мінезі өзіне сыралғы. Шаңырағына бас сұққан адамды қайткенде де көңіліндегідей күтпей жібермейді. Намазға жығылғалы баяғы sıрамен сыйлайтын әдетін дереу тастаған. Қап, ойда жоқта досының үйіне ауызашарға баратыны қызық болды бәрінен. Әне-міне дегенше кеш те таяп, Асан өзіне таныс үйге бет алды. Бірақ әлі де көңілі қобалжулы. Бұрын-сонды ауызашарға барып көрмегендіктен ол жердегі отырысты бір түрлі елестете алар емес. Сыртқы есік ашық тұр. Босағадағы әр түрлі аяқ киімдер келген қонақтардікі екенін аңғартуда. Есіктен басын сұғар-сұқпас досы мұны ақжарқын пейілмен қуана қарсы алды. Сырт киімін іліп, дереу төргі бөлмеге бастады. Іште төрге қарай созылған кең дастархан, көздің жауын алатын не түрлі дәмге толып тұр. Қонақтармен қол алысып амандасып, өзіне көрсетілген орынға отырды. Таныстық басталғанда ең әуелі таң қалғаны келген қонақтардың түрлі мамандық иелі екендігі болды. Бәрі де жұмыстағы кісілер. Төрде отырған жас үлкен кісі сотта істейтіндігін айтты. Әйелі дәрігер екен. Ал бергі екеуі банкте істейтіндіктерін айтты. Мұғалім, журналист, әкімдікте істейтін қызметкерлер де отырды. Әңгіме ораза жайында өрбіді. Жасы үлкен кісі әңгімесін қазақ оразалымен оттас бол, имандымен жолдас бол дейді. Өз басым ораза ұстай бастағаныма 3-4 жылдың жүзі болды, деп бастады. Несін айтасың? Біз асқазан дегенді жыл 12 ай дамылсыз жұмыс істетіп қинай береді екенбіз. Ораза кезінде асқазан бір мезгіл демалып, жұмысын бұрынғыдан да жандандыра түсетіні көрінеді. Оны өзім де байқап жүрмін. Баяғыда ішкен жегенім қортыла қоймай, бір түрлі асқазаным бүріп ауыратын еді. Қазір ол сап тыйылған. Өзіңді бір түрлі жеңіл сезінесің. Қай бір жылы жаңа жыл мен ораза қатар келіп, қылмыс атаулының сол жылы күрт түскені есімде. Оның сөзін әйелі іліп әкетті.
мен отағасына ораза ұстаңыз деп айтып келе жатқалы қашан? Оразаның қасиетін енді ғана өзі сезініп келеді. Ашығудың емдік қасиеті бар екені баяғыда-ақ дәлелденген нәрсе. Қазіргі күні Еуропада көптеген емханалар емдік мақсатта осы оразаны пайдаланады. Советтік кезде ораза намаз тоқтықта деп ысырап сөйлеп мән бермей келдік қой. Негізі ораза ұстау үшін тоқ болу міндетті емес. Қазір мынау біз айналысып жүрген медицина саласында оразаның жүрек қан тамырларына, миға, іш қатуға, артық салмақтан арылту, бауыр, метаболизмін жандандыру секілді көптеген пайдалары жұрт кәдесіне жарауда. Мұғалім кісі тарихтан сабақ береді екен. Ол да әңгімеге араласып, оразаға ұқсас құлшылық түрлерінің исламға дейінгі діндерде де кездескенін тілге тиек етті. Көне мексикалықтар, перулықтар, кельттер мен ассириялықтар да оразаға айтарлықтай көңіл бөлген көрінеді. Иудаизм, христиандық, индуизм, брахманизм мен жайнизмдердің де түрлі сипаттағы ораза түрлері болған екен. Одан кейін әңгімелерде халықтың ұлттық негізге оралуы, имандылық, ата-баба дініне құрмет, ауызашар берудің ел ішіндегі игі дәстүрге айналып келе жатқаны, тағы да біраз оң бетбұрыстар сөз етілді. Асан тек құлақ салып тыңдаумен болды. Айтылғандардың барлығы да құлаққа жағымды, көкейге қонымды. Мынандай мәнді отырысқа келгеніне іштей қуанды. Мұндай жайттарға өзінің бұрын-соңды қалай мән бермей келгеніне таң қалды. Оған отырғандардың уақыт кіргенін күтіп, бір мезгілде дұға оқып, құрмамен ауыз ашуы, әр түрлі тағамды жаңа қолға алғандай аса бір тәбетпен жеуі, үлкен кіші демей, лауазымына да қарамастан бір-біріне ізет білдіруі, дастархан үстіндегі дәмді аспен қатар айтылған дәмді әңгімелер, үй иелерінің ілтипат ықыласы, қонақтарын шығарып салып қайта-қайта қимай қоштасқаны бәрі ерекше әсер етті. Ораза адамдардың бір-біріне деген бауырластығын арттыратындай. Ораза дастархандағы несібелерге құрметпен қарауды ұқтыратындай. Ораза адам жанын тазартып, керемет рухани ләззат сыйлайтындай. Кетерде мешітте таратылады деп ғалымжан берген ораза жайлы шағын кітапшаны үйге жетіп оқығанша асықты. Үйге келісімен ең әуелі осы кітапты бас алмай оқып шығу болды. Оразаның денсаулыққа пайдасы өз алдына оның Құдай сүйген теңдессіз құлшылық екеніне, сауабының молдығы жайлы көптеген мәліметтерге қанықты. Құран аяттары мен пайғамбар хадистерін көңіліне тоқыған сайын қасиетті Рамазан айының бастапқы күндерін өткізіп алғанына іштей өкінгендей болды. Бірақ оразаның қалған сауабынан құр қалғысы келмеді. Жатарда, «Я Аллам, ертең ораза ұстасам деген ниетімді қабыл ала көр», деп күбірлеп, ұялы телефонның сағатын мұқият түрде сәресі уақытына қойды. Иә, игілікті істің ерте кеші жоқ деген.